Бәріңіз сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадир Пенемай және де Сержан сондай-ақ Шина. Достар, бүгін бізде өте ерекше видео болмақ. Яғни дәл осы контентті біз осыдан 1 жыл алдын жарысып түсірген болатынбыз. Яғни бүгін біз мына тұрған арттағы көлікпен Ішінен шықпай отырып терлейтін боламыз. баня. Ал қандай турлар болатын қазір сіздерге Мадир түсіндіріп кететін. Иә, олай болса видеоны бастап алайық, кеттік. Жалпы айтқан достар, бүгін біз үшеуміз бәйгеге түсетін боламыз. Яғни айтқанда үшеуміз қазір ставкаға 10 мың теңгеден қоямыз. Кім жеңіске жетеді барлығын алады. Еген ұтылғандар ұша береді. Обидно емес шығар жігіттер? Обидно емес. Бүгінгі біздің бәйгеміз 3 этаптан тұрады. Яғни айтқанда әр этапымыз 10 минуттан. Бірінші этапта бізде Мәшиненің жай ғана терезесін жауып қойып отыратын боламыз. Иә, ал екінші этапта уже 10 минут өткеннен кейін екінші этапта бізде қалың курткамызды киетін боламыз. Ал үшінші этапта уже біз печка қосамыз. Иә, астық қып, білесіздер ғой, российский машинаның пеші енді айта алмаймын. Ана уже машина қызып тұр, вентилятор қосылып отыр. Олай болса, бүгінгі видео бомба видео болмақ, сіздер экраннан жайғасаңыз, ал біз видеомызды бастаймыз. Кет. Так достар, олай болса, бүгінгі біздің бәйге басталды. Қолымызда таймер, секундомер, олай болса, алғашқы раунд бізде жай ғана пеш қоспаймыз, осындай ыстық машинаның ішінде терезесін жауып отырмыз. Басталмай терлеп кеттік қой. Олай болса, Қой, маған Старт. суық, маған сап-салқын болып тұр. кетті ау. Ал көрейік кім дағанды шынай екен. Айта алмаймын. Уже тердейтін жайға да жазыңыздаршы. Баня olur, мочалдарын алдар ма? Езіне салып. Веник дер ше, веник дер. Ой, веник бар ма? Базар. Жігіттер дайындалып кепті баняға. Если что, арғап тер шығып атса кіріміз ез боласыз. Веник әке болған. Шампунь деп отырмын енді. Бойның қарсы? Тері болып жатыр. Полный тері болады. Маған күн жаман түсіп тұр да сендер қараған қарсы. Уже көзіме тер ағатады, көзім аша тұр шалды. Баня ерек емес екен ол, оказывается, ә? Арқамды ежерші, а то не қылса. Мочалка қойын. Ой, уже ана ыстықтан уже мый айналып кетті, байқап отқан шығарсыздар. Кәдімде баняда отқан сияқты елеп отқан қарсаңыздаршы, терінің бәрін қарсаңыздаршы. Қол, бол, бәрі тер, су тер. Үйде қайталамаңыздар, үй жағдайында қайталау. Болмайды. Негізді қалып тарады ма? Кірлеріңізді езіп, бейнекпен істеріңіз отсаңыздар, тегін баня. Еще мұрным бітеліп тұр да, маған ауа демал, андай қиын болып жатыр ше. Қазір видео біткенде сағат қой, 20 минут бар деп мәз отырсыңдар. Стоп, болды, аша өріндер. Бола ма не? Бірінші таймнан өттік қамын етсен. Кайфнай! Так, олай болса, бізде екінші этап, әрине ол курткамен. Кән, апдырш? Еще жаймай курткалар емес, Астананың суығына арналған қыстық қалың курткалар, пуховиктер. Ал, екінші тайм бізде курткамен. Аляска бар ғой, сол ғой мынау. Олай болса, жігіттер дайынсыңдар ғой. Бізде екінші тайм курткамен кеттік. Олай болса, 10 минут уақытымыз кетті. Өштер ағып отыр. Шыдаймасаң шыға бер радны? Жоқ. Шыға бер шыдаймасаң. Асықпаймын мен радной. Кешкен шықпаймын. Жоқ, қинамай, денсаулығыңа зиян анар. Жүрекке зиян, жүрек. Не деген сөздер ма? Ешкім қинамай қой деген. Сен денсаулығыңды ойлап отырмыз. Ертең сен мамаға не деп жауап беремін? Ал, қалай жыдар, родной? Үрейінен құтылдық ба? Шығар. Печкаға жеткізбей шығарыз. Жоқ, родной, 30 мың деген жетер жатыр дейсің ба? Тап 4 минут қалды шыдаймыз.
братан скорый шақырасың ау. Ужандай ше, аяқ қолдар ужандай неғып атады андай ше. Неден андай не? Босап жатыр да үйіп қалып жатыр. Осы жерде жатырмын родной. Бізде не бар екінші этаптың бітіруіне 30 секунд уақыттар қалды. Жүрек қысылып жатыр, серьезно. Құдай бардан бас айналып жатыр. Басым жаман. Еркекше айтайын, досым басым айналып жатыр. Мына жерде бар ғой. Шыға берсе, родной, шыға берсе. Сізбе бар родной. 10 секунд қалмақ шыдаймын. 10 секунд қалды. Шыдаймын. 3, 2, 1. Тайм-аут. Уақыт болды. Ма, екінші тайм бітті ма не? Әрең шыдам, достар, әрең шыдам. Еркекші терлеп жатырмыз. Бас айналып кетті уже. Орнымнан тұра алмай отырмын. Ал так, бізде уже үшінші этап. Сәл болсын нормально болдық уже. Мен сафер деген жерде берілдер емес. Уже бұл жол, достар. Терезе жабық тұр. Қалың қысық курткамен пешті максимально қозамын. Қыстығына қойдым. Скорость 4-те. Епа, достар. Мен датабай уақыт қоспаппыз ғой, кеттік. Ал давай таймерде уақыт. Тез қош. Басталды міне. Кеттік олай болса. Ал саперден саған сәттілік дейміз. Соңғы решающий сәт. Машине 90-100 градус бар ем мына ішінде. Даже мына машинам бар. Вообще қыстың мені ше, пешті ыстыққа қойсаң ше. Іші Ташкент болады. Ал жазда күннің ыстығында ойлай берсеңіз не болып отыр. Ал саперден көрейік ал, кім мықты екен. Сөздің шыны бірақ екінші этаптың өзінде бас айналып кетті, уже ыстық болып. Бұл жол білмеймін мен, көреміз. Кім мықты конкретно, если чина мықты болса, мойымды. Болмайды, азайды болмайды, родной. Сәл азайтшы, мадин. Болмайды, родной. Шыдаймыз, шыға бер, родной, смело. Сәл азайтшы, сәл. Көп емес, 3-ке қойшы, хотя бы 3-ке қойшы, мадин. Жаман ұрып жатыр, күйдір жер жатыр. Жоқ, родной, жоқ. Бұл іші ыстық болып тұр, просто қожа күйдір жер жатыр. Жоқ, родной. Шыдай алмасаң есік әне тұр. Ауыз деген кеуіп барады. Елестетіңіздер, сіздер парға түскен кезде ауыздарын кеп су ішкілеріңіз келеді, дәл сондай болып отыр ғой. Родной, шыда! Бір жарым-ақ минут қалды. Дауыс тесіп тұрған жастар, пеш максимально өтіп тұр, қараңыздар. Ыстыққа тақалып тұр, мен ыстыққа тақалып тұр. 4-те тақалып тұр. И мен жеңіске жеттім. Аяқ қол деген үйіп қалды, достар, сезбейді. Маңдайдағы терді қарасаңыздаршы. Бәрі нормально ма, родной? Родной, нормально бар. Бірақ сөзің шыны керек, далада елестетіңіздер. Далада плюс Астанада 35 градус. Еще қалың күрткамен, еще пешті қосып отырмыз. Красавчик. Кереге 10 мың теңге үшін денсаулық керек. Красавчик, нормальный соперник, достойный соперник, молодец. До конца шыдады. Бірақ енді кішкене семіз адамдарда, майы көп адамдарда жүрегі қысылып кетеді. Ал біз жеңіске жеттік. Отызым тегімен қықтай берсеңіздер болды. Айтпақшы, ақша кәне? Давай, дайте. Сен 10 мың теңге, сен 10 мың теңге, давай, дай. Короче, екеуінде переводтарын фынқ-фынқ шығарып қойым Каспиймен. Ал так, достар, бүгінгі видеомыз примерно осылай. Егер сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментария керемет пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал біз сіздер үшін бүгін барынша тер шығардық енді. Сол үшін қолдап кетіңіздер. Достар, барынша тырыстым, бірақ мынаға ыстыққа шыдай алмадым. Датаво ыстығы соншалықты 2 камера болды, байқасаңыздар баста. Соның біреуі қызып кетті. Датаво сенесіздер ма? Біреуі қызып кетті, сонымен дальше бір камерамен жұмыс істедік. Ал олай болса, достар, осындай керемет жұмысты бағалайды деген ойдамыз. Ал олай болса, біздермен қоштаспаймыз, жаңадан кездескенше. Аман, сау болыңыздар.